Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін Арман Ыдырыс сіздермен қалай механический есік жасау жайлығын үйретемін. Бірінші, сіздің версияңыз 0.15.0 болу керек. Біз Майнкрафтқа кіреміз. Өзіміздің берімізге кіреміз. Бұл өте оңай. Әзір кіргенше күте тұрайық. Міне, мен осылай қаздым. Көп уақыт алмас үшін міне. Және үстінен қызыл жүнді қойып істедім. Енді бізге ең керегі легкий поршень. Осыны аламыз. Және красный повторитель. Сосын бізге красный камень керек. Бұлай істейміз. Поршень міндетті түрде төбеге қарап тұру тиіс. Және біз красный повторитель алдым кетіппіз. Алдық енді красный каменьді шашамыз. Енді үстін кез келген нәрсені жауыңызға болады. Мен өзім осыны таңдадым. Енді бізге бұлайнан тура мен істеген секілді істеулеріңіз керек. Әйтпесе істелмей қалады. Так. Енді бізге қазір міне осыны қойып, және одан алдын бір нәрсе істеп жіберу керек. Ол нәрсе міне бұлай. Және легкий поршеньді алып бұлайнан. Міндетті түрде де астына қарап тұру тиіс. Міне астына қарамаса, ол жүзеге аспайды. Осылай бәрін өйстіп қойып шығамыз. Егер сізге осы видео ұнап жатса, және істегеніңіз жүзеге асса, каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментариямызға рахмет деп жазып кетуіңізді сұраймын. Біз де сіздер үшін еңбектеніп жатырмыз. Осылай істейміз. Енді красный повторитель осылай қойып шығамыз. Және красный каменьді осылай қойып шығамыз. Міне, сосын бұлай аударып әкетеміз дағыным. Ортада істеліп кетіпті. Тағы да осылай. Келесі видеомызда біз қалай скрытый база істеу жайлығын үйретемін. Енді бізге рычаг керек. Рычаг. Міне. Жоқ, біз бір нәрсе ұмытып бара жатырмыз. Міне. Ширкасына қойып шығамыз. Міне. Бәрі жүзеге асты. Ішіне кіреміз. Шығамыз.